Bismillah. Assalamu alaikum. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер шығыс медицинасы мен батыс медицинасының біріккен ем түрі бойынша терапевт Жұмадан Жарқынбекұлы. Статистикаға негізделгенде жер шары тұрғындарының 350 миллионнан астамы буын қабыну ауруымен ауырады екен. Ал Азияда әр 6 адамның бірінде осы буын қабыну ауруы пайда болған. Демек, бұл ауру кең көлемде таралған, нәтижесі адамдарды жаңағындай ауруды ең соңында кемтарлыққа кіріп тартатын ең үлкен бір себеп, ең үлкен ауру түріне жатады. Енді бұл ауруды аты айтып тұрғандай сол буында, әрі буынның айналасындағы тіндерде пайда болатын қабыну сипатындағы ауру. Ауру белгілері көбінесе жаңағындай буынның ауырсынуы, буынның әрекетінің шектемелікке ұшырауы, буынның қызуы, ісінуі деген сияқты. Ал енді бұны түрге бөлетін болсақ, ауру себептеріне қарай, мысалға бактериялық қабыну сипатындық, вирустық, сонымен қатар шегіну сипатындық, зақымдалу сипатындық деп осындай бір 4-5 түрге бөлуге болады. Ал тағы да жаңағындай басқа бір себептеріне байланысты бөлетін болсақ, оны жаңағындай желғыз қоздырған буын қабыну ауруы, сосын ревматоидты артрит, яғни бей желғыз қоздыру сипатындағы деген сияқты. Сонымен қатар сүйек буын ревматизмі, реакциялды ревматизм буын ауруы сияқты осындай бір тағы да бір 5-6 түрге бөлуге болады. Жалпысы бұның енді жіңішкелеп бөлсек, неше ондаған түрі, 30-40 түрлі осы буын қабыну ауруы айтуға болады. Енді біздің өзіміздің жаңағы қоғамда тұрмыста ең көп кезігетіні сол 3-4 түрлі болады. Негізі бүгін иншалла сол жөнінде тоқталамыз. Ең бірінші түрі мысалға соның ішінде жаңағы желғыз қоздырған буын қабыну ауруы. Бұл көбінесе үлкен буындарда болады. Мысалға тізе буыны, иық буыны, омыртқаларда. Енді сол ауру белгісінде сол көбінесе буынның ауырсынуы, ісінуі, қызуы, немесе мұздауы, әрекетінің шектемелікке ұшырауы дегендей. Ал енді екінші түрі, көп кезігетін түрі ревматоидты артрит, яғни бей желғыз сипатындық буын қабыну ауруы. Бұл көбінесе жаңағы ұсақ буындарда көп кезігеді. Яғни осы саусақтардың ұсақ буындарында, осы буындардың соңғы буындарында, әрі сонымен қатар бұл екі буында, екі қолдағы буында болса, мысалға параллель күйде ауру пайда қылады. Оның жаңағы 78 жылғы Америка желғыз ауру комитетінің осы ауруды белгілеудегі стандарты бойынша таңертеңгі адам ұйқыдан тұрғаннан кейінгі буынның құрысу уақыты 30 минуттан асу керек. Одан кейін жаңағы параллельді ұсақ буындардағы буынның қабыну болу керек. Сонымен қатар жаңағындай зертханалық тексерулерде ароматодный фактор дегендердің оң пилос нәтиже көрсетуі, сол сияқты тағы да 4-5 түрлі өлшеміне қарай осы ауруға диагноз қойылады. Тағы үшінші түрін айтатын болсақ, бұл енді әйел кісілерде өте көп кездеседі. Мысалға жаңағы сүйек буын қабыну ауруы, яғни остеоартрит. Бұл ауру әйел кісілерде көбінесе 65 жастан асқан адамдарда 68%-дық осы аурумен ауыру ықтималдығы жоғары болады. 45 жастан төмендегілерде бұл аурудың пайда болуы 2% ғана тұрады. Яғни бұл жас ұлғайған сайын бұл аурудың пайда болуы сол жаңағы буынның шегіну сипатындық өзгерісіне қарай бұл аурудың пайда болу ықтималдығы солай жоғарылап кетеді.
Енді ауру себептерін айтатын болсақ, көбінесе желқыз қоздырған буын қабынуларда сол ортаның әсері, яғни суықтың әсері, ылғалдылық себептердің әсері, тұтыну, азық тұтынудың әсерлері, одан кейін адамдардың қазіргі таңда әрекетінің аздығы, сонымен қатар әйел кісілерде биік өкшелі, аяқ киімді көп кию, мысалға жаңағы тізе буынның үйкелуін шамадан тыс көп үйкелуге әкеп соғатындықтан тізе буынында жаңағы сүйек буын қабыну ауру пайда болады. Сонымен қатар жаңағындай күздің соңғы кездерінде, қыстың бастапқы мезгілінде сән құмарлыққа салыну, әйел кісілерде, қыздарда болсын, жұқа киіну, қысқа киіну, шамадан тыс қысқа киіну, жұқа киіну деген сияқты сол буындарға осы желқыздың орналасуына өзінің әсерін тигізеді. Енді бұл шығыс медицинасында енді бұл желқызды төртке бөледі көбінесе. Оның біреусі жаңағы ауыр сынған буын немесе бұлшықеттерде сол бір буын тек бір нүктеде тұрақты түрде ауру. Тұрақты түрдегісін жаңағыдай суық түрдегісіне жатқызады. Ал енді тағы бір түріндісінде бұл ауырсыну буын мен бұлшықеттің арасында, тағы бір буын мен тағы бір буынның арасында, тағы бір бұлшықет мен тағы басқа бір бұлшықеттің арасында жаңағы жылжып жүреді. Бұл түрдегісін жел деп атайды. Үшінші түрдегісі ыстық қызады жаңағы буындарда. Бұл жаңағындай қызу сипатындағысын түріне жатады. Төртіншісі болса, мысалға жаңағы ауырсынуы, буынның бұлшықеттің ауырсынуы қатты болуы мүмкін, қатты сезілмеуі мүмкін. Дегенмен бүкіл буындарда жаңағындай қысып тұрған сияқты сезіліп, бүкіл дене ауырласып тұрған сияқты. Бұл енді ылғалдылық сипатындағы буын қабынуға жатқызады. Енді бұл ауруларды диагноз қоюға келетін болсақ, сол осы ауру белгілері, одан кейін халықарада белгіленген стандарттарға сай, сонымен қатар рентгендегі өзгерістер, мысалы шеміршектің өсуі, буын аралығының тараюы, сонымен қатар буындағы сүйек затының қопсып, яғни аралығында бостықтың пайда болуы, сонымен қатар жаңағындай буындағы айналыстағы жаңағы буын сұйықтығының кемеюі деген сияқты осы белгілер рентгенде көрілетін. Сосын зертханалық тексерулерде, қандағы анализдерде, мысалға ревматоидты фактор RF, сол сияқты өзіндік иммунитеттік кейбір тексерулер осы аурудың диагнозын ажыратуға көмектеседі. Енді бұл ауруды емдеуді айтатын болсақ, батыс медицинасында айтатын болсақ, көбінесе жаңағы қабынуға қарсы химиялық дәрілер айтуға болады. Мысалға диклофенак дейді, бупрофен дейді. Сонымен қатар жаңағындай басқалар, солардың қазіргі кезеңдегі соңғы түріндегі жаңағындай комплекс түрдегі әртүрлі гормонды дәрілер, мысалға олар сол ауруды басу, сіңгенді қайтару деген сияқты. Бұл енді көбінесе гормон түрдегі дәрілер есептелінеді. Бұл енді сол басқа ағзаларға, мысалға бауырға, бүйрекке кері әсерін тигізуі мүмкін, асқазанды ауыртуы мүмкін. Асқазанда, мысалға асқазанда қабыну бар болса, асқазанда жара пайда қылуы мүмкін деген кері әсерлері еске соған мән беру керек. Мысалға сондай кері әсерлерін айта кетуіміз керек. Ал екінші түрдегісі, мысалға жаңағы тиоглюкозамин деген дәрілерді қолдануға болады. Енді бұл дәрілер жаңағыдай кері әсерлер жоқ. Бұл негізі сол буынның витамині десек те болады. Яғни жаңағы буындағы шеміршектің қалыптасуындағы зат алмасуда осы зат өте керекті зат болып табылады. Сондықтан бұны ұзақ уақытқа тұтынуға болады. Кері әсерлер аз бұның. Ұзақ уақытқа тұтынуға болады. Сол сүйектегі буындағы зат алмасудың жаңағыдай витамин ретінде қабылдауға болады. Ал енді
эгерде бул осындай эмделерден кийин мисалга типти мүлдем болмайтын болсо, казыр халкарада ошо Европада, Америкада болсун анау PRP treatment дейт. Яғни плазмага бай, пластицитке бай плазманы сол буундарга салуу аркылуу, көбүнесе тизеде бул азыр кең көлөмдө колдонулуп атыр. Адамдын өз канын алып, сол өз канынан жанагы ыдыраткыч аспаптардын көмөгү менен кандын курамындагы жанагы пластицитти бөлүп чыгарып, сол өз канын, кыскасы өз кандагы сол актив курамдарды буунга салуу аркылуу сол сүйөктүн зат алмасуун жаксартуу, сүйөктүн зат алмасуун тездетүү аркылуу сүйөктөгү кере өзгөрүштөрдү тежөө, одан кийин жаңа ткандардын, жаңа клеткалардын калыпташууну тездетүү аркылуу осы аурууда осындай халкарада эмдөө өтүштөр күндө белең алып атыр. Енді шығыс медицинасында айтатын болсақ, көбінесе чөп дәрілердің көмегі көп тиеді осы ауруға. Жақсы көмектеседі. Мысалға айтар болсақ, тай тұяқ дейді, аю балдырған, сонымен қатар қызыл чырмауық, әрі жаңағы әртүрлі жыландар бар, одан кейін жаңағы чаян болады мысалға. Осыларды мысалға дәрігердің қабылдауынан өтіп, осы дозаларын есептеп, сонымен осы дәрілер жаңағындай үй жағдайында талқандап, бір-біріне араластырып, одан кейін үстіне жаңағы қара тере майын араластырып қосып, жаңағы буындарға жақса, әрине өзіндік көмегін тигізеді. Ол өте жақсы, көп уақыт істеткен жағдайда өте жақсы нәтиже береді. Сонымен қатар үй жағдайында мысалға бір рецепттерді айта кететін болсақ, істететін чөп дәрілерді мысалға жаңағы тұтағашын тұтынуға болады. Тұтағашын қайнатып, тұтағаш болғанда қартаңдау тұтағашының жапырақтары мысалға соларды жинағаннан кейін күзде жиналса, мысалы қыста немесе сол көктемде келесі көктемде солай тұтағашын сол қайнатып лайықты мөлшерде күніне бір мезгіл солай ішуге болады. Суға қайнатып ішуге болады. Сонымен қатар жаңағы чаптыл дәнімен тарыны араластырып, екеуін су жағындай қайнатып, суға қайнатып, соны тұтынуға болады. Әрі соның үстіне жаңағы көк асқабақ деген бар, соны да араластырып, көк асқабақтың көбірек қосып, көк асқабақ жаңағындай әбден езіліп пысқанға дейін үшеуін араластырып қайнатып суға, соның жемісін жеп, сорпасын ішсе, осы ауруларға әрине жақсы көмек береді иншалла. Сонымен қатар азықтықтану жағынан айтатын болсақ, малдың ішкі ағзаларын тұтынуды азайту. Мысалға, малдың жаңағы бауыры, бүйрегі, жүрегі дегендерді азайту. Өйткені ол заттарды тұтынғанда адамдағы жаңағы зат алмасуда сол бауыр жаңағы буын қабынуларда ауру жағдайын күшейтетін зат алмасудағы соңғы өнімдер пайда болғандықтан оларды азайту керек. Керісінше жеміс жидектерді, витамин B6, B1, витамин С мол мысалға. Сондай жемістерді мандарин деген сияқты, шаптыл бар мысалға, маймыл шаптыл дейді. Соларды тұтыну керек. Одан кейін құрма айтатын болсақ, соларды көбірек тұтыну керек. Сонымен қатар үй жағдайында тағы да өзіне жасауға тиісті бір әрекеттері бар. Енді бұл жаңағы буынның бұлшықеттерін күшейту, буынның қозғалысын жақсарту мақсатында. Мысалға айтар болсақ, малтауға болады. Енді малтау өте жақсы әрекет болып саналады. Бұл енді барлық буынға көп артық салмақ күш келтірмейді. Сондықтан малтаумен айналысуға болады. Көбінесе енді ол жаңағы жаз мезгілдерінде айналысқан дұрыс. Енді қыста салқындап қалуы мүмкін адам. Сонымен қатар жаңағы көп баспалдаққа көп шығып түсуден сақтану керек. Ол да баяғы жаңағы буындарға, әсіресе тізе буынына артық салмақ келтіреді. Ал енді әйел кісілер жаңа алдында айтқанымыздай биік өкшелі аяқ киімдерді киюді доғару керек. Мысалға есесіне жаңағындай жай табанды өкшелі, жай табанды аяқ киім кию
әлдеқайда тиімді болмақ. Сонымен қатар жай жүру, ақырын жүру, күніне шамамен бір минутына бір 100 метр, 600 қадам немесе 500 қадам аралығында, сөйтіп бір жарты сағат немесе 1 сағат, күніне бір мезгіл, 2 мезгіл жағында ауа өтімді тыныш жағындай орманның арасында солай жүріп беру әрине қанын жақсартып, адамның зат алмасуын тездетіп, буынның жаңағы қозғалыстығын күшейтуге пайдасы тиеді. Сонымен қатар шығыс медицинасындағы емдерді айтатын болсақ, ине салдыру, иглотерапия яғни, одан кейін хиджама, қан алдыру әдісі. Сырттан жаңағыдай алдында айтып өткеніміздей жаңағы дәрілерден шөп дәрілерді араластырып, сол буындарға жағу дедік. Сонымен қатар дайын өнімдер де бар, мысалға жамбасқа салынатын шөптен болған укулдері бар, олардың енді жаңағы ағзаларға, бауырға, бүйрекке кері әсерлері дерліктей өте аз. Осы өнімдер жақсы көмектеседі. Сонымен қатар кальций мол тағамдар тұтыну, соның ішінде айтатын табиғи жаңағы малдың аяғын, сирағын, тарамысын, жіліншіктерін көбірек мүжу керек. Әсіресе сиырдың, мысалға қойдың деген сияқты көп мүжу керек те. Одан кейін сүйек сорпасы, қазақта өзімізде бар, бәріміз білеміз. Кішкене кезімізде соғымның жаңағы, мысалы сиыр үлкен мал сойылады ғой соғымда. Соның сүйектерді жинап алатын бала кезімізде. Үлкен кісілер жинап алып, қыстай жинайды да, сол сүйекті көктемге қарсы, сол сүйекті қайнатып, соның сорпасын ішкізетін. Міне бұлда яғни табиғи кальцийлер ғой бұл сүйектен, малдың сүйегінен келеді табиғи кальций, соны толықтыру мақсатында солай жасайды екен. Оны қазірде соны істейтіндер өте аз негізі. Соны солай үйде жасасаңыздар болады, әрине бұл көмегі болады. Сонымен қатар жаңағы сірке қышқылы, сірке су деген бар. Сірке су, бұны енді сол анау арғы беттен келген ағайындар біледі, Қытайдан келген сірке қышқылы, сірке су. Енді сол сірке суға жаңағы сүйекті қосып қайнатса, сүйектегі қажетті минерал элементтер, кальций болсын, сүйекке қажетті витаминдер болсын, жақсы бөлініп шығып, соны тұтынса, бұл сол жаңағы сүйектегі қажетті заттарды толықтыруға өте пайдалы. Сонымен витамин А, витамин Д-ны толықтыру керек. Мысалға витамин А мен витамин Д-ны жаңағындай жаңағы құрамдарда жаңағы мысалы малдың сүйектерінде бар дедік. Сонымен күнде мысалы күнге қыздырылу, буындық күнге қыздыру. Ол сол күн жаңағы мысалы көктемнен бастап күн жылитын болса, сол 5 айларда, яғни май айларында, сол кездерде сағат 11 мен 12 аралығында сол өте ашты ыстық болмайды. Сол кездерде буынды ақырын қыздыру керек. Немесе ары қарай маусым, мамыр, маусым, шілде айларында солай жасауға болады буынға. Бұлда болса жаңағы күннен алатын витаминдер ғой. Жаңағы күннің шуағы тигеннен кейін зат алмасуда солай пайда қылатын әсері болмақ. Мысалға енді кальцийдің таблеткаларын тұтынуға да болады. Ол жағын да ойластыруға болады. Енді бұл ауру негізі өте күрделі, түрі өте көп ауру. Енді бұл видеомызда шамамыздың келісінше енді осылай қамтып қалуға тырыстық. Енді кем кетік жерлер болса, қалған жерлер болса, тағы да алдағы уақытта тоқталатын боламыз иншалла. Видеомыз ұнаған болса лайк басыңыз. Сонымен қатар каналымыздың төмен жағындағы кішкене қоңыраушаны басып каналымызға тіркеліңіз, әлі каналымыздан ескертіп алып тұруды ұмытпаңыз. Сонымен қатар жақындарыңызбен бөлісіңіз. Ағайын, ауырмаңыз. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық.